Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамына ашытқы, сүт, жұмыртқа қосылмайтын, дәмі ерекше, қытырлақ болып шығатын балалардың сүйіп жейтін ши бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Қамырын елеу үшін бізге жылы су, қант, тұз салып, бір ыдыста жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне ертілген тоң майды құйып, бәрін тағы жақсылап араластырамыз. Тоң майды көбінесе кулинарлық жир деп те атап жатады. Сұйық массамызды толықтай араластырып болғаннан кейін, електен өткізілген ұнға жарты шай қасық ас содасын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнға сұйық массамызды бірнеше бөлікке бөліп қосып, орташа тығыздықта қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Бұл ши бауырсақтың ерекшелігі қамырына тоң май қосып иленгендіктен дәмі ерекше қытырлақ болып шығады. Құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Достар, егер сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін келесі жаңа видеомды жіберіп алмас үшін басып қойыңыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Бұл қамырдың құрамына ашытқы қосылмағандықтан ұзақ күтудің қажеті жоқ. 15 минутқа салафанға салып демалдырамыз. Бойын алып демалған қамырларды пакеттен шығарып, қайтадан алақанымыздың көмегімен видеода көрсетілгендей жинақтап алып, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз, қамырмен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. Дуаланған қамырды қайта 5 минутқа демалдыруға қоямыз. Демін алған қамырдың бір бөлігін алып, екінші бөлігін бір шетке қоя тұрамыз. Қамыр жақсы демалған, жып-жұмсақ, қолға жабыспайды, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Енді осы қамырды алақанымыздың көмегімен жайып, жолақтарға кесіп шығатын боламыз. Жолақшаларға кесіліп алған қамырымызды дәл видеодағыдай лағман созғандай етіп, дөңгелетіп, созғылап алатын боламыз. Созып жатқан қамырларды тым қалың, тым жұқа емес, осы видеодағыдай орташа жұқалықта болу керек. Енді осы созып алған қамырларымызды тақтайға қойып, бір келкі етіп, ши бауырсақтың формасын келтіріп, кесіп шығатын боламыз. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарияға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Турап алған ши бауырсақтарды мата дастарханға немесе осылай майлыққа аралары жабысып қалмайтындай етіп ашып қоятын боламыз. Бауырсақтардың барлығын алдын ала кесіп, осылай қуыруға дайындап қойдым. Бетін жабу міндетті емес. Табамызға алдымен күнбағыс майын құямыз және тоң майдан араластырып салатын боламыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі қамырдың құрамына тоң май қосылады және қуыруына да тоң маймен қуырылатын болады. Қызып тұрған майға ши бауырсақтарды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуыру барысында міндетті түрде шалғымен араластырып тұру қажет. Сонда ши бауырсақтарымыздың барлық жағы теңдей қызарып пісетін болады. Бұл ши бауырсақтарымыздың тағы бір ерекшелігі бауырсақ майлы болып тұрмайды және майды өзінің бойына қатты сіңірмейді. Осы бауырсақты әр өңірде әртүрлі айтып жатады. Бірі ұсақ бауырсақ деп те атайды. Сіздің өңірде қалай атайды және сіз қанша жиі дайындайсыз? Астына комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Осылай ретімен ши бауырсақтардың барлығын қуырып дайындап алдық. Өте қарапайым және дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Жақындарыңызды қуантыңыз. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, ұнап жатса, әлеуметтік желіде мені белгілеп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте көріскенше сау болыңыз.